Балық қырылып жатыр. Кәш балық. Соколок каналы мынау. 90% жайын, 90%. Міне. Мынау жайынде қазір ауа жетпей бұл да өледі қазір. Судың бетіне шығып алған. Суда ауа өте төмен. Су ысып кеткен. Тарылып жатыр және оның үстінде сол себепті қырғын жайын, шортан, сазан балықтары бәрі қырылып жатыр мына жерде. Міне көп балықтар. Өте көп балықтар, өте көп. Бұл енді басталып жатыр. Енді басталып жатыр. Бұны енді қолға алмасақ, бәрі қырылып қалады бостан-босқа. Сасып шіріп. Әне ауа жетпей тұр. Міне, тірі мынау да. Ол да өледі қазір. Мынау Адай кафесі бұрынғы. Анау Атырау Доссор тас жолындағы мына Соколок каналы. Биылғы су келгеннен бұл пайда болды ғой бұлардың бәрі. Бұрын вообще ондай болған жоқ. Қазір көрсетейін сіздерге. Міне. 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 Жайын, сазан балығы. Шортан бар мына жерде. Карас та бар арасында. Алабұға, окунь де бар. Текке қырылып жатыр, текке. Текке қырылып жатыр мына жерде. Обал. Ешқайда кете алмайды. Анау жерлердің бәрінде қырылып қалған. Әне. Судың бетіне шығып кеткен. Бұны енді қолға алмасақ, жоғары балық қорғау инспекциясы, акимат, волонтерлардың бәрі жұмылдырып мына жердегі балықты сақтап қалмасақ, бостан-босқа қырылып қойып тұр. Жайықта балық жоқ, жайын жоқ. Алдыңғы жылы мораторий жарияланды осыған. Міне жайынның бәрі. Толып тұр. 90% жайын, 90% жайын. Қай-қайсына қарасаңда да мына жайынның мәліктері қырылып жатқан. Ауа жетпей жатыр. Осының бәрін жайыққа жіберсек керемет болар еді. Обал.